Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет торттың рецептісімен бөлісемін. Бұл Норвегия халқының ұлттық десерті. Торттың корждарына бізге 5 сарыуыз, 150 грамм ұн, 150 грамм сары май, 20 грамм сахарная пудра, 1 шай қасық разрыхлитель және 6 ас қасық сүт қажет. Ал меренганы даярлау үшін бізге 5 ақуыз, 100 грамм қант және 100 грамм жаңғақ қажет. Ақуыз бен сарыуызды алдын ала бөліп аламыз. Ақуызға 1 грамм сарыуыз тиіп кетпеуі тиіс. Және ақуыз салатын ыдысымыз таза әрі құрғақ болу керек. Сол кезде меренга жақсы көтеріледі. Алдымен корждарды даярлаймыз. Оған үй температурасындағы сары майға сахарная пудраны қосып миксермен жақсылап араластырамыз. Сары май ағарып, кішкене көлемі ұлғаюы тиіс. Келесі кезекте осы сары майымызға сарыуызды біртіндеп отырып қосамыз. Сарыуыздың біреуін қосамыз, одан кейін миксермен 1-2 минут жақсылап араластырамыз. Одан соң екінші сарыуызды қосамыз, қайтадан миксермен бірнеше минут араластырамыз. Одан кейін үшінші сарыуызды қосамыз, өстіп 5 сарыуыздың барлығын біртіндеп отырып сары майға қосып аламыз. Келесі кезекте ұнға разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп отырып, елеп отырып саламыз. Бірінші бөлігін елеп отырып саламыз, одан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Одан кейін екінші бөлігін саламыз, одан кейін миксермен араластырамыз. Үшінші бөлігін саламыз, қайта миксермен араластырамыз. Өстіп бірнеше бөлікке бөліп отырып, оның барлығын осы сары майға саламыз. Осы сұйықтығымызға 6 ас қасық сүт қосып, қайтадан миксермен араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымыз лопаткадан ақырын ағып тұруы керек. Противень үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, оны осы коржымызды орналастырамыз. Төртбұрышты етіп жағып шығамыз. Меренга даярлаймыз. Ол үшін ақуызға 1 шымшым тұз қосып, оны миксердің ақырын жылдамдығымен араластырамыз. Ақуыз жай ғана көпіруі тиіс. Енді осы ақуызымызға қантты қосып, миксердің ең үлкен жылдамдығымен араластырып, әппақ болып көпіргенше, яғни до плотных пиков, яғни ақуыз өзінің формасын ұстағанға дейін, миксердің басынан ағып кетпегенге дейін, біз оны миксермен жақсылап араластырамыз. Дайын болған меренганы бетіне жағып шығамыз. Меренганың бетіне грек жаңғағын сеуіп шығамыз. Грек жаңғағын қатты күтпейміз, ұсақтап қана қоямыз. Содан соң 170 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Крем даярлаймыз. Ол үшін бізге 200 мл 33% сливки, 500 мл сүт, 2 дана жұмыртқа, 50 грамм қант, 30 грамм сахарная пудра және 50 грамм ұн қажет. Бір ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн қосып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Яғни біркелкі сұйықтық болу керек, ұнның барлығы, түйіршігінің барлығы араласып кетуі керек. Осы сұйықтығымызды сүтке қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң газға қоямыз. Бұл яғни бізде заварной крем болады. Газға қойып, жақсылап араластырып отырамыз, үздіксіз араластырып отырамыз. Әбден қоюланған уақытта газды өшіреміз. Алдымен заварной кремді суытып қоямыз. Әбден суығаннан кейін оны бір ыдысқа құйып, оның бетін жауып, холодильникке салып қоямыз.
200 мл сливкиге біз сахарная пудраны қосып миксермен жақсылап араластырамыз. Холодильниктен шыққан суық заварной кремге сливкиді қосып араластырамыз. Миксермен креміміз біркелкі болғанға дейін араластырамыз, яғни ешқандай түйіршік болмау керек. Дайын болған тортымызды пештен шығарамыз, оны 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан соң бір бөлігін бетіне осы кремімізді жағып шығамыз да екінші бөлігін үстіне қоямыз. Осымен біздің дәмі тіл үйіретін өте дәмді тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет.